Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі керемет болып шығатын орешки печеньесінің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамы 2 ғана заттан тұрады: сары май және ұн. Ыдысымызға сары майымызды саламыз, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Міне қамырымызды қолмен жақсылап илеп алдық. Міне осылай болып шығуы керек. Енді барлық қамырларымызды дөңгелекше етіп дайындап аламыз. Міне қамырларымыздың бәрін дөңгелекше етіп дайындап алдық. Алдын ала қыздырылған орешки құралымызға қамырларымызды салып жайғастырып аламыз. 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Міне осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Орешкеміздің шеттері шығып қалса, пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп аламыз. Міне барлығын кесіп алдық. Мен ішіне шоколадты жағамын. Варенье сгущенка жақсаңыздар да болады. Міне печеньеларымызға жағып алдық. Шоколадымызды әдемілігі үшін қант ұнтағын септім. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.